Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, балғын, дәмі керемет сникерс тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Сникерс торты үшін ең бірінші бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сүт, өсімдік майы, какао ұнтағы және қопсытқыш қажет. Толық мөлшерін описание бөлігінде көрсететін боламын. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз жақсы көтерілу үшін жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып алуымыз қажет. Жұмыртқа мен қантымызды шамамен 10 минуттай араластырдым. Осындай консистенцияда болу қажет. Және де сүт пен майымызды құйып, тағы да 1-2 минут араластыратын боламыз. Ұнымызға какао ұнтағы және де қопсытқышты қосып араластырып жібереміз. Содан соң бөлек ыдысқа електен өткізіп аламыз. Електен өткізіп болған соң аз-аздан жұмыртқалы массамызға қосып, астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Астынан үстіне қарай асықпай араластырған дұрыс. Себебі жұмыртқалы массамызды басып алмауымыз қажет. Жақсылап араластырып болған соң 20 сантиметрлі форманы алып, осында бисквитімізді құйып, 180 градуста 40-50 минут шамасында пісіретін боламыз. Егер сізде 20 сантиметрлі форма болмаса, онда 22 сантиметрлі форма қолдануға болады. Бисквитімізді пешке салған соң тортымыздың карамелін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қант, су, сары май және де сливке қажет. Асты қалың кастрюль алып, оған қантымызды саламыз да, және де оған суымызды құямыз. Астын баяу отқа қойып, осы қайнағанша күтетін боламыз. Қант пен суды араластырмаймыз. Егер де араластырсақ, карамель шықпай қалады. Қант пен суымыз қайнап, әбден қантымызды ерігенше күтетін боламыз. Қант пен суымыз әбден қайнап, түсі өзгеріп, осындай қоңыр түстес болған кезде оған майымызды саламыз, жақсылап араластырып жібереміз де, оған сливкемізді ысытып, сол сливкиді аз-аздан құйып араластыратын боламыз. Біркелкі болғанша араластырып, отты өшіреміз. Карамелімізді тез суыту үшін бөлек ыдысқа құятын боламыз. Бетін пищевой пленкамен жабамыз. Яғни пищевой пленкамен былайша жауып қоя салмаймыз. Контакт, яғни бетін карамельге тигізіп, видеода көрсетілгендей етіп жабамыз. Карамеліміздің суығанын күтеміз.
Біздің бисквитіміз де дайын болды. Енді бұл бисквитті де карамельді де жақсылап суытатын боламыз. Карамель мен бисквит суым дегенше тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін алдымен сары майымызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және де оған творожный сырымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Кремге және де карамельге қажет заттардың мөлшері описание бөлігінде көрсетіледі. Бір келкі болғанша араластырып, оған сгущенка мен сахарная пудра қосып, 1-2 минуттай тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осындай өте тәмді әрі нәзік крем шығады. Креміміз осымен дайын. Енді суыған бисквитті 4-ке бөлеміз. Суыған карамельге арахис қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сондай-ақ бірінші коржыға пропитка қолдандым. 50 грамм суға 30 грамм сахарная пудра қосып араластырып жағып шықтым. Енді тортымызды құрастырамыз. Жиектерін қалың, ортасына жұқа қылып, кремдерімізді жағып шығамыз. Яғни шеттерінен бортик жасаймыз. Енді ортасына карамелімізді салып жағып шығамыз. Дәл осылай екінші коржыда да жағып шығамыз. Бірінші крем, содан кейін карамель. Ортасына 3 немесе 4 ас қасық карамель салып, соларды жағып шықтым. Үстіне 3-ші коржымызды қоямыз. 3-ші коржыға карамель қолданбаймыз. 3-ші коржыға тек қана крем жағатын болғандықтан кремін мол етіп жағып шығамыз. Кремімізді жағып болған соң үстіне 4-ші коржымызды қойып, оның үстіне шамалы крем жағып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Екі сағаттан соң тоңазытқыштан шығарып, шпательдің көмегімен жан жағын және үстін тегістеп аламыз. Түзетіп болған соң тоңазытқышқа қайта салып 100 грамм шоколад ерітеміз. Еріген шоколадты бізде қалған карамельге салып араластырамыз. Бұл бізде ганаш болады. Жақсылап араластырып болған соң тортымызды тоңазытқыштан шығарып, сыртына осы ганашпен жағып шығамыз.
Ганашымызды жаққан кезде астына міндетті түрде доска немесе пищевой пленка немесе пергамент қағазын қойып алыңыздар. Себебі ганашымыз сұйық, ол төгіледі, асты бүлінетін болады. Осылай ақырын ганашымызды шектеріне жағып шығамыз. Ганашымызды жағып болған соң қалауымызша сәндейміз. Тортымыз дайын, ас болсын.